Сәлем достар, әлемде өсімдіктердің 350 мың түрі бар. Олардың арасында пайдалы мен зияндары, әдемі мен қорқыныштылары да болады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін сізге ең ерекше өсімдіктер жайлы айтамыз. Қанды тіс. Бұл саңырауқұлақтардың түрі әлемдегі ең улы заттардың қатарына жатады. Бір қарағанда тәтті десертке ұқсайтын қанды тіс өзінің ерекше түрімен көпшілікті алдап жіберуі мүмкін. Қанды тіс Солтүстік Америкада, Европада және Австралияда өседі. Бұл Солтүстік Америкада өсетін өсімдіктің ерекше жидектері кішкентай көздерге ұқсағандықтан оны қуыршақтың көздері деп атайды. Қуыршақтың көзін жеген адам бірден іші ауырып, құсып талып қалуы мүмкін. Бірақ бұл өсімдіктерді кейбір дәрілерде аз мөлшерде қолданады. Бұл саңырауқұлақтың аты сасық сегіз аяқ. Әрине оның аты сасық деп бекер қойылмаған. Ол өзінің осындай түрімен маған жақындамаңдар деп айтып тұрғандай. Сасық сегіз аяқ Америкада және Австралияда өседі. Ал мына өсімдіктің аты шайтанның тырнақтары. Осындай сұмдық атына қарамастан бұл өсімдік өте пайдалы болып келеді. Өсімдікті бас, бүйрек, бауыр, буын, қуық ауруларында, ас қорыту жүйесін емдеу кезінде және вирустық ауруларда ішеді. Суматра аралдарында және оңтүстік шығыс Азияның кейбір жерлерінде бұл рафлеция деген ерекше және өте сасық өсімдік өседі. Үлкен гүлге ұқсаса да, бұл өсімдікті гүлдердің қатарына жатқызу дұрыс емес. Себебі рафлеция фотосинтезбен емес, паразитарлық процестер арқылы гүлденеді. Гүлдену үшін рафлецияға 9 немесе 18 ай керек. Бірақ гүлденгеннен кейін 2-3 сағаттан кейін қарайып шіріп кетеді. Шыбын жегіш венерина жыртқыш өсімдіктердің қатарына жататын гүл. Аузын осылай ашып тұрады. Ішкі қабаты өте сезімтал. Кез келген жәндік отыратын болса, бірден жабылып қалады да, ішінде қорытылу процесі басталады. Кедрлық шіріген алма. Бұл жеміс басында кәдімгі алмаға ұқсап, бірнеше айдан кейін ағаштың өзінен шығатын инфекция бұл алманы шірітіп, құбыжыққа ұқсатып жібереді. Алма өсімдік Қытайдың Юньнань провинциясында өседі. Қытайлықтар бұл өсімдікті кейбір кездері жарқанат деп атайды. Жаңбыр жауып ылғалдық жоғары болған кезде бұл өсімдік гүлденіп үлкен болып кетеді. Паркупиниялық томаттар. Бұл өсімдіктер өзінің инеге ұқсас улы тікендерімен танымалы. Паркупиниялық томаттар өзінің түрлі химикаттарға, уларға және ауа райының күрт өзгеруіне шыдамдылығымен ерекшеленеді. Соңғы кездері оны арам шөптер қатарына жатқыза бастады. Руналық өсімдіктердің тамырлары кішкентай адамдарға қатты ұқсайды. Жер асты тұрғындарын қытайлықтар медицинада қолданып, барлық аурулардың емі деп атайды. Бірақ бәріміз қытайлықтардың өтірік әңгіме қосып айтатынын білетін шығармыз. Бұл тамырлар осы алмұрт сияқты пайда болған шығар деп көпшілік айтқанымен, қытайлықтар ол бәрі біздің киелі жеріміздің арқамызда деп айтуда. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басыңыз, себебі сіздің лайктарыңыз біздің еңбегіміздің ақталғанын көрсетеді. Пазл каналына жазылып, өз достарына бізде күнде жаңа видео екенін айтып жіберіңіз. Ал егер мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Бүгінге осы. Пазлға жазыл!